Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы түлкі мен қырғауыл. Өткен сабақтағы жаңа сөздерді еске түсіріп алайық. Қырғауыл, қырғауылды көреді, естімейді. Бұйрық, бұйрық берді. Зорлық қылмасын. Біреуге біреу зорлық қылмасын. Алды-артына қарамастан. Жазылым тапсырмасы 7-ші тапсырма 68-ші бет. Әр сұраққа 3 нұсқаның ішінен дұрыс жауапты жаз. Бірінші сұрақ. Түлкі қалың ағашты аралап келе жатып нені көрді? Түлкі қалың ағашты аралап келе жатып қырғауылды көрді. Түлкі қалың ағашты аралап келе жатып қоянды көрді. Түлкі қалың ағашты аралап келе жатып кірпіні көрді. Екінші сұрақ. Түлкі жерге түсіп, сөйлессеңіз қайтеді дегенде қырғауыл не деді? Қырғауыл жерге түсуге сенен қорқамын деді. Қырғауыл жерге түсуге аюдан қорқамын деді. Қырғауыл жерге түсуге қорқамын деді. Қандай бұйрық шыққан? Үшінші сұрақ. Біреуге біреу зорлық қылмасын депті. Біреуге біреу тамақ бермесін депті. Біреуге біреу маза бермесін депті. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.